жерасты қабаттарынан алынатын шикізат өнім өндіру қысымы және құрылғы тығыздығы. Дәл сондай мұнайдың өзінің табиғи қысым энергиясы мұнайды өндіру әдісі ол фонтанды мұнай өндіру әдісі деп аталады. Яғни мұнайдың скважинаға берілу барысы кезінде оның негізінен екі тәсілмен негізінен оны екі тәсілмен біріншісі сорапты, екіншісі механикалық деп аталады. Жалпы фонтанды деп аталады. Жалпы мына фонтан ол үштік фонтан деп аталады. Төрттік фонтан бар, крес тәріздес фонтандар бар. Және негізгі фонтан ол құбыр, және фонтан екі бөліктен тұрады. Оның біріншісі құбыр сағасы деп аталады. Құбыр сағасы қай жер? Құбыр сағасы тізбегінің құбыр тізбегінен басталады. Ал екіншісі ол құбыр басы деп аталады. Бұл екі тізбектің арасында өндіріс сатысы кезінде пайдаланып, ең алғашқы мұнай өнімінің кезінде оның қысымы өте жоғары деңгейде болады, табиғи қысымы жоғары деңгейде болады. Сондықтан оған көптеген қысымды игере білу үшін оның орташа қысымына байланысты үштік немесе төрттік фонтанды мұнай өндіру тәсілдерін пайдаланады. Мұнай қысымы азайғаннан кейін оны сорапты бөлімге ауыстырғаннан кейін осы фонтанды әдіспен өндіріледі. Жалпы фонтанды әдіспен өндіру барысы кезінде өте жақсы айтты. Келесі. Бізде Осы önce belirttiğim o kubur tizbegi, yani sağası, üstüne kubur bası, skvajina kres, kubur bası, орталық ысырма, тройник, буфер ысырма. Но фонтандық тәсілді өндіруге арналған скважинаның бірі болды. Қазіргі кезде табиғи қысыммен табылған фонтанды тәсілі. Оны қысыммен, немесе жасанды қысыммен қолданамыз. Жасанды қысымды қазіргі жаңа технологиялармен өндіруге сосын механикалық тәсілмен. Оны сораптармен сіз жатады. Яғни келесі бұл жаңа жыл киноында көптілдің бай. Қайтасын қолданып деп айттық біз. Газ негізінде тәсіл қолданылады. Сырманың қызметі қандай? Сырма. Тыңғыш, қолдарыңды көтеріп айтасың. Оларына мұнайдың құбыр басын жеп тұратын және буфер сырмадан жеп тұратын. Яғни келген өнімді тоқтатып, немесе жіберіп тұрады сырманың қызметі. Осы жағасында мысалы, қаны жағасында тоқтататын. Механикалық тәсілге жатады соның ішінде. Газификация ол важный сұрақтар. Біздің механикалық
тәсіліміздің біреуі, кәсіби тәсілі. Сонымен қатар теңселмелі станоктер. Қай уақытта қолданылады? Өзің айтады. Қандай да бір апаттық жағдайда немесе өнімді алып, қандай да бір сырмақ істен шыққан кезде сол резервтік сырманы пайдаланады. Ол как основной құрылғылар бөліп кеткен жағдайда қолданылады. Резервтік аппарат. Тағы бір сұрақ қойды. Өткен тақырыптан. Шықпауы табылады. Айтсақ табылады және де екінші механикалық әдістемеде болады. Ең бірінші Қазақстанда 1899 жылы Атырау облысында осы фонтан тәріздес болып мұнайдың атқылаған болатын, және де ол жақтан 20 тонна атқылады фонтан тәріздес, және де осы ауыл жердегі шек сатты. Олар үшсіз айта алмаймын. Біріншісі өнім алу және екіншісі су айдаудан скважинадан өнім қабатқа дейін. Соның ішінде қантарды, газеттер және штампы деген сұрақты. Яғни біздер айттық, егер де мұнай өндірудің екі тәсілі болатын болса, онда қалай айтамыз деп қантардың тәсілі және механикаландырған тәсілі. Механикаландырған тәсілдің өзі екі топқа бөлінеді. Ол газликтілі және сораптық өтіп кетті. Сонымен қатар газликтілі әдістің өзі неше топқа бөлінеді деп айттық? Компрессорлы және компрессорсыз болып екі топқа бөлінеді. Көздердің. Сонымен қатар сорақты әдіс штангылы және штангсыз болып бөлінеді. Бұл біздер ағарата енді газликті әдісті, сонымен қатар газликті әдіс туралы кім айтады? Кело. Газликті әдіс дегеніміз, яғни газ айдау арқылы болады дедік, та? Оны газликті әдіс деп айтамыз. Сонымен қатар эрликті дедік. Ауа айдау арқылы. Міне біздер еске түсірдік енді әрі қарата. Бүгінгі күнге жазамыз. Бүгінгі күн 12-ші ноябрь 2019 жыл.
сұрақ